Баршаңызға қайырлы таң. Күніге кешке қандай тағам жасарыңызды білмей ойланып тамақ жасайтын болсаңыз, онда осы тағам түрін жасап көріңіз. Бұл тағамның түрі қамыр асып деп аталады. Жасау жолы өте оңай, кәдімгі мантыға ұқсайды, бірақ дәмі өте ерекше. Барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Бүгін жасап осы рецептпен отбасыңызды қуантып қойыңыз. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін 500 грамм суға тұзымызды салып, оны біртіндеп сала отырып, қамырымызды илеп шығамыз. Кәдімгі мантыға қалай қамыр илесек, дәл солай бұл қамыр асыпында қамыры дәл солай иленеді. 500 грамм суға 2 суала қамыр шығарамыз. Бұл тағам түрін көп қыз-келіншектер біле бермейді. Мен мысалы өзім келін болып түскен кезде ғана білдім, осындай тағам түрі бар екен. Оған дейін мен бұл тағамды ешерден көрмегенмін, жемегенмін. Қалай келін болып түстім, осы келін болып түскен отбасымда осы тағамды енем күнделікті қолданады екен. Осы жерге келіп үйрендім. Қазіргі таңда өте жиі жасаймыз, барлықтарымызға, отбасымыздың барлығына ұнайды. Сол үшін сіздерге осы тағам түрін бөліскім келді. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз қатты болмауы керек, және де тым жұмсақ болмауы керек. Осындай орташа етіп қамырымызды илеп бір шетке қойып қоямыз. Начинкасын дайындау үшін ең алдымен күрішті жақсылап жуып тазалап, үстіне су құйып газге қоямыз. Бұрқ еткізіп бір қайнағаннан кейін астын өшіріп, бетін крышкасымен жауып қоямыз. 5 минуттай жібітіп, күріш кішкене жібу керек, қатты пісіп кетпеу керек. Орташа неде болған кезде уже оны сүзіп аламыз ыстық судан. Егер қайнатуға ерінсеңіз, онда қатты қайнаған суды күріштің үстіне қойып, бір 10-15 минутқа жібітіп қойсаңыз да болады. Мен тез болу үшін қайнатамын. Бір рет қана қайнатып өшіріп қоямын. Пиязымызды жақсылап турап, майдалап турап, үлкен ыдысқа салып, үстіне фаршымызды саламыз, күрішімізді саламыз, және де дәміне қарай тұз, бұрыш, және көк пияз, зелень, укроп барлығын салып, мантыға начинка дайындаған сияқты дайындап барлығын бір келке етіп араластырып шығамыз. Тамағымызға қажетті бүкіл заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерге өтіп қарап көрсеңіздер болады. Егер рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, суала жасаймыз. Бірінші зуаламызды алып, қамырымызды жаямыз. Мантыға қалай қамыр жайсақ, дәл солай қамырымызды бір келке етіп, чұқа етіп жайып шығамыз. Осындай етіп чұқалықта жаямыз. Қатты чұқа болудың да қажеті жоқ. Кәдімгі мантыға сияқты қылып, қамырды осылай видеодағыдай кесіп аламыз.
Кесілген қамырымызға осылай қасықтың ұшымен кішкене май, пісте майды тамызып, кішкене майлап шығамыз. Одан кейін барып, оның үстіне начинкамызды бір шетінен ұшына осылай видеодағыдай қойып шығамыз. Түйу үшін осылай қамырда екі шетін түйіп, дөңгелектеп, ұшына қарай дөңгелектеп шығамыз. Өте оңай түйіледі, қиын емес. Осылай екі шетін қайырамыз, сөйтеміз да шетіне қарай осылай дөңгелектеп шығамыз. Осындай форма шығу қажет. Барлығын осылай майлап, фаршымызды салып, осындай формаға келтіріп шығамыз. Кәдімгі мантыны қалай түйетін болсақ, ол да осындай сияқты. Бір ерекшелігі, бұл жерде мантыны майламаймыз, ал бұл жерде қамырды кішкене майлап жібереміз. Өйткені біз ханым сияқты ғой. Ханымды біз майлап, одан кейін барып ішіне начинкасын салып ораймыз. Дәл сол сияқты бұны да майлау қажет. Өйткені қамыр оралған кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін кішкене майлап жіберген жақсы. Кейбіреулер негізі майламай да салып жатады. Енді майсыз фарш болса, фарш әртүрлі болады. Сол үшін майлап жіберген негізі тәттірек болады. Сол үшін майлағандарыңыз өте дұрыс деп ойлаймын. Мантоваркамызды осылай жақсылап майлап аламыз. Мен майлап дайындап қойдым. Үстіне түйілген қамыр асіптерімізді осылай шетінен бастап орналастырып шығамыз. Алдын ала мантоваркамыздың кастрюліне су қойып, қайнатып дайындап қоямыз. Барлығын осылай орналастырып болғаннан кейін мантоваркамызға қойып 45 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 45 минуттан кейін біздің қамыр асіптеріміз дайын болып шығады. Бетін осылай кішкене жұқарақ қылып майлап шығамыз. Кішкене жылтырап әдемі болып тұру үшін. Мінекей менің қамыр асым дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ауызашар уақытында осындай әдемі күшті тамақты отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Егер де ұнап жатса, лайктарыңызды басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қандай болғанын пікірлеріңізді жазып, комментарийға қалдыра кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.